Олар орманға бірге кірді, бірақ үшінші күні екеуі бірге шықпады. 3 күн адасу, түнгі сыбыр, орман біреуін қалдырды. Бұл жай адасу емес, бұл орманнан шығу үшін төленетін баға. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Ернар мен Нұрсұлтан бір-біріне өте жақын екі ағайынды еді. Жаздың соңғы күндерінің бірінде олар ауыл маңындағы қалың орманға отын жинауға кірді. Алғашында бәрі қалыпты болатын. Құстардың дауысы, жапырақ сыбдыры, күн сәулесі. Бірақ орманның ішіне тереңдеген сайын ауа суып тыныштық қоюлана түсті. Құстар үнсіз қалды. Ернар артына бұрылып қарағанда келген жолдарын таба алмады. «Нұр, біз адастық па?» деді ол сыбырлап. Інісі жауап бермей айналасына үрейлене қарады. Сол сәтте алыстан біреудің сыбдыры естілді. Адам қадамына ұқсас, бірақ тым баяу. Күн батты. Орман бір сәтте мүлде басқа кейіпке енді. Ағаштар адам бейнесіндей көрініп, көлеңкелер қозғалғандай болды. Олар от жағып, бір-біріне тығылып отырды. Түн ортасында Нұрсұлтан оянып кетті. Құлағына сыбыр естілді. «Кетпеңдер». Дауысын анық естіді, бірақ айналада ешкім жоқ еді. Сол кезде Ернардың артындағы бұта қозғалды. Бұта арасынан адамға ұқсамайтын ұзын көлеңке сырғып өтті. Ернар айқайламақ болды, бірақ дауысы шықпады. Таң атты, бірақ күн сәулесі орманға толық түспеді. Ағайындылар жүре бастады. Қанша жүргенімен бірде ағаштарға қайта келе берді. «Бұл орман бізді жібермейді», деді Нұрсұлтан жылап. Кенет олар ағаш діңінен қашалған жазуды көрді. 3 күн кім қалады? Бұл жазуды кім және қашан жазғаны белгісіз еді. Сол сәттен бастап оларды біреу бақылап тұрғаны анық сезді. Кейде аяқ дыбысы, кейде күлкі, бірақ ешкім көрінбейді. Түнде Ернар ұйықтап жатқанда Нұрсұлтанды әлдекім шақырды. «Ағаң сені тастап кетеді». Қараңғылықтан шыққан бейне оның өз бейнесіне ұқсайтын, бірақ көзі қара емес, қап-қара шұңқыр еді. Нұрсұлтан қорқып қаша жөнелді. Ернар оянғанда інісі жоқ болды. Тек жерде балшыққа батқызылған аяқ іздері қалды. Бірақ олар адамдікі емес еді. Ернар жалғыз қалды. Аштық пен қорқыныштан әлсіреген. Ол ағаштар арасынан ескі үйіршік көрді. Ішінде сүйектер, жыртылған киімдер және бір дәптер жатты. Дәптерде былай деп жазылған: «Бұл орман қорқынышпен қоректенеді. 3 күнде біреу қалуы керек». Сол сәтте артынан таныс дауыс естілді. «Аға». Бұл Нұрсұлтан еді, бірақ жүзі бозарып, көзі бұрынғыдай емес. Ол жымиып тұрды. «Орман мені таңдады, енді сен кетесің», деді. Ауыл адамдары 3 күннен кейін Ернарды орманның шетінде тапты. Ол тірі еді, бірақ тілі байланып қалғандай ешқашан сөйлемеді. Ал Нұрсұлтан табылмады. Тек кейде түнде орман жақтан 2 дауыстың сыбыры естіледі дейді. Бірі жылап, бірі күліп. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.